Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге осындай ең оңай әрі жылдам дайындалатын таңғы ас шакшука деп аталады. Каналыма тіркеліп лайк басып, видеоны соңына дейін көріп кетіңіздер. Ең алдымен табаны қыздырып аламыз. Және де қызған соң бетіне май құйып, менде 2 кішкене дана пияз болды. Кубиктап турап, яғни 4 бұрышты етіп турап, қуырып алатын боламыз. Менде дайын свежий салат бар еді. Соны қуырып алдым. Қызартып аламын, яғни. Үйдегі томатпен істесеңіздер де өте әдемі болып шығады. Және де бетін жауып 5-10 минутқа тындыратын боламыз. Неке толық пісіп шықты. Енді кезекте бетіне жұмыртқа салып, жұмыртқаның бетіне ғана тұз сеуіп, 5-10 минутқа астын жай отта қалдырып қоятын боламыз.